Бағал жамават, Аллах Субханаху Тааля кесіні құллары har zamandan аңа табынудан арақ қатая, берақ қатая барған заманда Аллах Субханаху Тааля кесіні құлларын түрлі себепле біле ескерткеллейіне, кесіні жолына қайтартырға ізлегеллейіне тұрады. Аллах Субханаху Тааля кесіні келечілерін жібергенше, Мұхаммад пайғамбар Аллахның саламы аңа болсын, аңа дәрі келечілі, аны бұла бірге түрлі, біз көзібіз біле көрген, бірлеріміз көрге сүймеген келечілені жібергеллейіне тұрады. Үсібізде, башыбызда, төгөрегімізде, ол келечілі har күннен де бізді көзлерімізді қамат қаллайына Аллах Субханаху Тааляны күчін, қаруын, демеңгілігін, ұллылығын, бейіклігін, күчіне де, біліміне де чексізлігін көгіскеллейіне барады. Ал адам бірі Аллах Субханаху Тааля har заманнан қайтарып кесіңіз керекли заманында жерні түрлі жерлерінде көгісте барған, ол да ай бұла күнні тұтылуы. Бүгінде Аллах Субханаху Тааляны қадары бұла. Аллах Субханаху Тааля бүгінгі кечені айны тұтылған кечелерінен бірін етеді. Бізге берілген, açılған ilmi бұла, біз аны қачан болуғын, не заманда болуғын білген етебіз. Ол да Аллах айтса, жасы намазыны уақытысында башланырықты. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны суннасын етіп, ай тұтылған заманда, бұла күн тұтылған заманда етілінген намазын етіп, хутбасын айтып, аны етерге күрешірік біз. Аллах Субханаху Тааля да ол затыны етіп, суаплығын алырға Аллаху Тааля барымызға да бұйырсын. Алай сөз, Аллах Субханаху Тааляны ол белгісіні үсіннен барады. Ол белгі Аллаху Тааля Сылы кітабында айтқаныча: «Васахара лакум ма фи самавати ва ма фил арди джамиа». Аллах Субханаху Тааля айтады, жерні үсінде көкте болған har затыны да Аллах Субханаху Тааля сізге деп жаратқан дейді. Сізге белгі етіп, адам ұлыға, жинге, Аллах Субханаху Тааляны күчін, құдыретін, білімін көгістірге белгі етіп жаратқан дейді. Ол белгі табиғатны бір болған жұмышларыннанды, болса да, қалса да, бізге аннан келген де жоқты, қораған да, қошылған да жоқты деген көзден қараған ұғай, Аллах Субханаху Тааляны ол затыны ызыннан не зат ізлегенін Мұхаммад пайғамбар Аллахның саламы аңа болсын, бізді неге үйреткеніне қарап, аны бұла бізге жол ызлаған андады түзлік. Мұхаммад пайғамбар Аллахның саламы аңа болсын, кесіні заманында күн тұтылады. Күн тұтылған заманда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям халқыны жиып намаз етеді. Намазында кесіні енчілігі, башқа намазлаға ұшамаған. Екі рукусу бұла, екі сеждесі болған har рекағатында, екі рекағат намаз етіп, сора хутба айтты дейді. Ол кез өледі Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны жашы Ибрагим ауышады. Адамла айталла, күн біле ай тұтылсала, бір демеңгілі ұллы адамны өлгені біле байлап, ол аны үшін тұтылған дегенні ештетті. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям о заманда айтты дейді. Күнді айда Аллаху Тааляны белгілерінен бір белгілі, дүнияны бір патшақларынан, бачамаларынан, ұлыларынан өлгені біле, туғаны бұла байламлы түйілді дейді. Ибраимні өлгені біле байламлы түйілді. Алай Аллаху Субханаху Тааляны белгі етіп көгістеді. Белгі не затқа көгістеді? Бек бірінші кесіні күчіні, құдіретіні, сора бізге дүнияны ақырын сезерге қиямат күнні үсінен сағыш еттірген. Аллах Субханаху Тааля кісілік кітабында айтады: «Вашшамсу вал қамару бихусбан». Айда, күнда, айда Аллаху Тааля алаға ызлаған ызбла баралла дейді. Не түшмей, не ұзаққа ұчмай, не бір жанына кетмей, ол керекли ызы бұла Аллаху Тааля салған ызы бұла барады. Аллах Субханаху Тааляны күчі құдіреті, күнні ұзағырақ келсе, жерні бұзлап қаллығы, күн жоғырақ келсе, күнні күйіп кетерге.
Ол керекли жері біле жерге жашау беріп тұрған ыз бұла аннан тайдырмағалайына жүрткені. Айда аңа көре. Сора ол біз har күннен түзелген, күнні чыққаны, айны батқаны, айталы да бола, жарым да бола, біз аны бұла бірге айланы санай барғаны біз, харзат та кесіні жерінде тұрып тұрады, алай бір күллені бір күнінде күн біле ай тұтылған етілі. Жоқ болалла. Бір-біріні артына бұғып, бір-бірін жабып башлайлы, ортаға да жер кіріп. Ол біз har күннен түзеліп тұрған. Бізні кече жолыбызны жарытқан, көзібізні қуандырған ай жоқ болады. Аллах субханаху тааля hazır бол дейді. Ол ай бір күллені бір күнінде жоқ болдықты. Ол сен үйренген күн бір күллені бір күнінде жоқ болдықты. Батарықты шығарық түйілді, терсіне батарықты. Қиямат күнге hazırlanған. Аллах субханаху тааля кесін сілі кітабында айтады: فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ وَحَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. Аллах субханаху тааля сілі кітабында айтады: адамны көзіне қорқу кірсе дейді. Адамны көзіне қорқу кірсе, қорқу қысса дейді. Сора айда тұтылса дейді. Күнда айда бірге жиыссала дейді. Аллах субханаху тааля қиямат күнісінен айтады. Қиямат күнде ай тұтылса, жоқ болса, күн біле ай бір-бірге қатышсала, екісі де бір болсала дейді. Адамны көзіне қорқу кірір дейді. Көзіне қорқу кірір. Бұлайда тafsirni әлімлеріне бұл сөзінсінде екі ойымлары барды. Бірле қиямат күнде адамны көзіні қорққанын айтады, қиямат күнні көріп, бірлері өлімні көргенін айтады. Екісі де, қайсы да болсын, өлімні мі көреді, оғысы қиямат күнні көріп мі көзі қорқады. Қайсы да болсын, күн біле айны тұтылған заманда бізге бұл дүниябызда алырға керек дерсіміз олды. Дүниябызны кезулі болғанына, айда тұтылып, күнда тұтылып, көзімізден қалай кетіп, ауанаға қалай бұғы есе де, бір күллені күнінде ол келлікті деп, жан бере тұрған заманда, адам жанын бере тұрған заманда, ажалы боғырдағына жеткен заманда, көзлері açıla жабыла тұрған заманда, төгерегінде кім барды, кім жоқты марай тұрған заманда, көзлерін қорқу қысқан заманда, dünya жашауында еткенін де біледі, ақыратында не сақлағанын үсіннен де аңлауы барды. Ол заманда көзін қорқу қысқан, ан үсіннен сағыш еткен. Аннан құтылса да қиямат күнде Аллах субханаху тааля жерні башын төгерекні барысында түп етіп, айны да күнні де бір-бірге бұштық етіп, терсіннен шығып, ол түзелінген, ол біз har күннен түзелінген низам бұзылып башлаған заманда аны көрген. Аны көргелен Аллах субханаху тааля бір бізінде етмесін. Аны сүннен сағыш еткен. Табиғатны Аллах субханаху тааля кесіні жорықлары бұла, низамы бұла жаратқанды. Har бірі кесіні жерінде айланып, жұмышын толтырады. Алай, ол ай кесіні жұмышын толтыра барған заманда, бір-біріні сыртына бұғып көрінмеген заманда, біз аңғаны көзден қарайбыз. Аны сүннен сағыш еткен. Айтыр дейді адам ол күн дейді, қайыры қачайым деп, қайыр қачарға болуқты деп. Ол өлімні көрген заманда, не де қиямат күнде, ол бола тұрған ішлені көрген заманда айтыр дейді, қайыры қачайым деп. Аллах субханаху тааляға бой салмаған, аны жорғы бұла жашамаған. Кесін қайыры құтылтырықты, қайыры бұғарықты. Қайсы тауға шығарықты, қайсы чуңғырға түшерікті. Қайсы деменгіліні сыртында бұғарықты. Кемні сөзіне тыңлап, кесін қоруларықты. Қайыры қачарға жер қайдат дейді. Айтыр дейді Аллах субханаху тааля, жоқты дейді. Құтылырча бір жерде жоқты дейді. Кәллә лә вазар, жоқты бұғарча, аңа қайыр келтірча бір жерде жоқты дейді. Біттеу да жаңыз да бір Аллахны алына барықла дейді. О заманда адамға айтырықтыла не еткенінде,
не қойғанын да дейді. Қиямат күнде Аллах субханаху тағала қачарға адамға жүк жер қоймаған заманда ары да кесін атып, бері де кесін атып, қайыр бұғарға, қайыр қачарға қалай құтылырға қача алмайды, кете алмайды, жоқты қачарға жер. О заманда тоқташқаннан sonra, кесіні қача алмаздығын сезгеннен sonra Аллах субханаху тағала адамны еткен ішлерін айтырла дейді, аңа жораларла, не игенін да алға, артқа не қойғанын да. Кесібіздің жашауымызда, кесібіз саулайына, Аллах субханаху тағаланың рахматына да нені ашырғанбыз, не суаплық еткенбіз, аны да айтырла, ызыбыздан нені қойғанбыз, не ауырлықны қойғанбыз, аны да білдіріле дейді. Аллах субханаху тағаланы бұл күнінде, көзлі қорққан заманда, жалла тітреген заманда, аяқ адамны чарқын көтір алмағалайына қиналған заманда, ол заман үстінен сағыш еті, бүгөче ай тұтылған заманда, Аллах субханаху тағаланы рахматына етініп, рахматына қачқан құлларынан болучы Аллах субханаху тағала барымызға насып етсін. Мұхаммад пайғамбар Аллахның саламы аңа болсын, алай айтады. Ол Аллаху тағаланы белгісі де адамланы қорқытырға дейді. Аллаху тағаланы белгісі де адамланы қорқытырға, Аллаху тағаладан қорқуғыз аңа етінегіз дейді. Аңа етінегіз, аңа жалынчақ болуғыз аннан ізлейгіз дейді. Аллах субханаху тағала намазыбызда да, тілегімізде де, умутубузда да жаңыз да бір Аллахқа умут етіп, жаңыз да аны рахматына етінірче Аллаху тағала жүректерімізді түзетсін. Осы Аллаху Мұхаммад ва алейхи ва саллям.